Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын бәріміз тақтаның алдына келіп, шеңберге тұрып, бір-біріміздің белімізден ұстап, қазақ үй болып тұрайықшы. Бақыт менде, бақыт сенде, бақыт бәрінде. Ынтымақ менде, ынтымақ сенде, ынтымақ бәрінде. Тыныштық менде, тыныштық сенде, тыныштық бәрінде. Көңіл күйлерің қандай? Жақсы. Жақсы балалар. Олай болса, қазір біз 3 топқа бұрыштар әдісі арқылы бөлінеміз. Мен сендерге қосу, алу мысалдарын таратып беремін. Және мүмкін 3 жауабын сыныптың 3 бұрышына ілдім. Сендер тиісті жерге барып орналасасыңдар. Ал балалар дайын болсақ, қазір тиісті жауаптың астына барып орналасайық. Қане? Іздейміз. Жоқ әдісі арқылы қайталап алайық. Дауысты дыбыстар 3-ке бөлінеді. Жақсы. А дыбысты дауысты жуан. Жақсы. Сөздер буынға бөлінеді. Ал балалар бері қарайықшы. Мынау не? Буынға бөлейікші. Ал мынау не? Буынға бөлейік. Жақсы. Балалар, осы заттарды бір сөзбен қалай айтуға болады? Ойыншықтар. Дұрыс айтасыңдар. Ойыншықтар деген сөзде сөздің басында қандай дыбыс естілді? О дыбысы. Олай болса біз бүгін қандай дыбысты өтеміз деп ойлайсыздар? О, дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы о дыбысы мен әрпі. Бәріңді байқағым келіп тұр. Академиялық бетпе-бет әдісі арқылы қазір бәріміз тақтаның алдына шығып, 2 қатарға тұрайықшы. Бәріміз дайын болсақ, ал бастайық. Дауыстаңызша. Жақсы. Ойнақ. Ойыншық. Орындық. Жақсы. Ожау. Оқу. Оқулық. Ою. Оқ. Жақсы. Ол. Орман. Отан. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бәріміз о дыбысынан келетін сөздерді айталдық. Енді өз-өзімізге от шашу жасайық. Ал балалар, шаршап кеттік па? Олай болса, орнымыздан тұрып, кішкене серпіп алайықшы. Ал балалар, қазір бүгінгі берілген тақырыпты тыңдайықшы. Жол ережесіне байланысты екен. Тыңдаймыз, бәріміз бірге. Түзіп отырайық. Ал балалар, мәтінді түсіндіңдер ме? Олай болса, мен қазір сұрақ қойғым келіп тұр. Алдымен бірінші топқа тыңдаңдар. Балалар кешірім сұрау үшін қандай сөздер қолданды? Жиналғандасыңдар. Ал қайсымыз айтатын болдық? Дайынбыз ба балалар? Жақсы, аярлы. Балалар көлік жүргізушіден кешірім сұрады. Жақсы, балалар шапалақ әдісі арқылы бірінші топ балалар. Өте жақсы, иә? Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Екінші топ, сендерге сұрақ. Арал мен Оралдың мынандай іс әрекеттеріне қалай қарайсыңдар? Қазір мәтінді кім қаншалықты түсінді? Ауа райы әдісі арқылы балалар келіп іліңдерші.
fikirlerimde. Al ballar, aldымен o dыбысына берілген сөздерді оқиықшы бәріміз бірге. Орал, ол, олар, он, ора, орал, ол, арал, домбыра, anar, он, орамал, ора. Оқи аламыз ба? Жақсы балалар, мынаған қарайықшы. Бұл нелер? Сөздер. Ал мына сөз неге бас әріппен жазылып тұр екен? Орал деген сөз. Өйткені адамның аты дұрыс айтасыңдар, бас әріппен жазылады. Ал мына жерде қараңдар, орал, доп, ал. Бұл не? Сөйлем неліктен? Өйткені сөйлемнің соңына нүкте қойылып тұр. Дұрыс айтасыңдар. Ал сөйлемнің ең бірінші сөзі қалай жазылады екен? Бас әріппен жазылады. Жақсы, олай болса қазір біз 3 топ болып, дирижер әдісі арқылы оқимыз. Алдымен бірінші топтар дауыстап оқиды, екінші топтар сыбырлап оқиды, үшінші топтар билеп оқиды. Дайынсыз ба? Ал сендер бағдаршам әдісі арқылы бір-біріңді бағалап отырасың. Балалар, жұппен жұмыс. Қазір мен сендерге суреттер таратамын. Осы жариялау әдісі арқылы суретке қарап отырып сөйлем құрайсыңдар. Және екінші жұп, мысалы, торғай деген сөзде о дыбысы сөздің басында кездессе, о дыбысы мында әлеміз, ортасында кездессе о дыбысы ортасына әлеміз, ал соңында кездессе десіңе соңына әлеміз. Дайынбыз ба? Дайын болсақ, бірінші жұптан сұрап көрейік. Сезім қойдың сурет екен, ал айта ғой. Менің әкем қойды айдап келді. Жақсы. Айдару, о дыбысы сөздің қай жерінде кездесті? Ортасында. Жақсы. Апар біле ғой. Бағалап жіберейікші. Айару мен сезімді үйрекештер арқылы. Ойнан жұптас қалыпқа әдісі бойынша. Топтар жұмыстарымен танысып алыңдар. Сендер бірінші топқа сәйкестендіру, о дыбысынан басталатын суреттерді сәйкестендіреді. Екінші топқа шеңберден шығу әдісі бойынша суреттер бердім. Сендер суреттер бір буын болса, бір буынның ішіне ілесіңдер. Екі буын болса, екі буынның ішіне, үш буын болса, үш буынның ішіне ілесіңдер. Күтеміз. Ал үшінші топ балалар, ішіне сыртына стратегиясы бойынша сөздер берілген. О дыбысы кездесетін сөздерді ішіне, ал о дыбысы жоқ сөздерді сыртына шығарамыз. Оқтауды бір. Ал балалар, топтарды тексеретін болсақ, бірінші топ бәрін дұрыс сәйкестендіріпті. Бағалап жіберейікші. Екінші топ пен үшінші топ бағдаршам әдісі арқылы. Өте жақсы. Жазу кезінде қалай отырамыз? Тік, денемізді тік ұстап, дәптерді сәл қиғаш қоямыз және қаламды дұрыстап ұстап әдемілеп жазамыз. Балалар, бүгін бәріңізге рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа сондай жақсы қатыстыңдар. Енді бүгінгі сабақ қаншалықты сендерге түсінікті болды және қызықты болды, соны білу үшін мен білім ағашын пайдаланғым келіп тұр. Ол жерде өте түсінікті болса алманы жоғарғы жағына, орташа түсінсеңдер гүлді ортасына, ал мүлдем еш нәрсе түсінбесеңдер, бәрі сендер үшін қызықсыз болса, жапырақты ең соңына ілеміз.